сахарым болды өзімде. Сосын енді по-женски тоже нелер болды. Қазір енді бәрі ойдағыдай, Құдайға шүкір деймін, бірінші Алла. Одан кейін енді Dandelion компаниясының Явет Мұсаевичқа рахмет айтамыз, осы қазақтардың көзін ашып, бізге табыс тапсын деп, енді Алланың беріп тұрған нәрсе ғой бізге беріп тұрған. Потому что ол кісі болмаса, мынау японский ғалым осы мені ашпаса, біз оның бәрін қайдан білеміз, например, бәрі Алла тағаланың қолдауымен болып тұр. Сондықтан да сеніңіздер, ішіңіздер, денсаулықты нығайтыңыздар, одан кейін ақша табыңыздар, пожалуйста. Еңбек етсең ерінбей, қарның тояр тіленбей деп Абай атамыз айтқандай. Рахмет. Мен 30 декабрьден кірдім и өзбекше жүрмін. Бір капсуладан. Только магний вода. Только магний, да? Жақсы. Шымкентке келсеңіздер хабарласыңыздар, өйткені жер домалақ, бір ғана мемлекеттің ішінде, бір ғана қазақ деген ұлттың баласымыз. Қытайға барғанда айтады екен, сендер бәрін бір-бірлерін танитын шығасыңдар еді. Асылайтын асыңын адамыз ғой. Сондықтан бәріміз бір-бірімізге туыспыз, бауырымыз, құрметті ағайындар. Сондықтан Құдайдың берген бағы ғой, денсаулықтан асқан байлық жоқ. Әуелі байлық, денсаулық, одан кейін ағзалық, соның соңы бар он саулық дейді. Денсаулықтың айтайық, өмір жасымыз ұзақ болсын, аман болайық, жақсы күндерде жолығайық. Рахмет.